Досым, тағы бір оқышы. Бұл енді керек емес. Керек. Нөмірі 316 балалар үйінің директоры Шарипа Бауыржан қызы. Өтініш. Тұрғын үй мәселесінің әлі де толықтай шешілмеуіне байланысты балаларды қамқорлығыма алу бойынша өтініш мерзімін кейінге шегере тұруыңызды сұраймын. Өз атымнан жеке сізден және балалардан кешірім сұраймын. Шынар, балалардан кешірім сұрауды. Бекежан, жүр. Шынардан кешірім сұрайық. Жүр. Ара сыйластық болса, қимастық болса, баянды өмір. Ара күндестік болса, түсінбестік болса, баянсыз ғұмыр. Әр жақсы адам бауырым, келмейді жолда қалдырған. Қайда жүрсең де қайда жанашыр болуды ойла. Талай түсең де сынға, ешкімді батырма мұңға. Шынар? Шынар, міне пышақ, міне бас. Давай. Не үшін? Шынар, біз бәрін білеміз. Е. На, сен ноутбукта не жазып отқаныңды көріп қойдық. Сендер де мені кешіріңдер. Бұның бәрі балалар үшін болған. Шынар, басында аласын ба алмайсың ба? Француз қылмашы болды. Француз. Болды. Шынар немі, біз саған үйді бүгін босатып берсек, ертең балаларды алып келе аласың ба сен? Әрине, олар соны күтіп отыр ғой. Біз онда заттарымыз жинай берейік. Сен ертеңге балаларды дайындап қой. Онда рахмет сендерге. Саған да рахмет. Бізді кешір. Біз қатыгез болдық. Жарайды. Шынар, мен французға барайын, ол жалғыз ұзақ жылап. Давай кір. Бекежан, ұйқы жоқ па? Менде де. Бүгін кете қоймыз. Неге? Білесің ғой, мен қоштассам жылап қоямын. Заттағым жинақ қойдым. Мен де. Блин. Осы сөз істеуге болмай ма соны? Көз көп. Фу, блин. О, Шынар, сәлем. Кел. Саған дастархан жайып қойдық. Шынар. Қалай? Мынау не? Красота. Кел, отыр. Қош келдің. Шынар келді ғой, болды. Басайшы, қарны ашып кетті. Құран оқып жіберейік. Құмаш қайда Құран? Сен Құран оқу білмейсің ғой? Деп. Ұрға тілің келмейді өзі. Молдадан сұрадым. Болады деді.
Алла. Осы үйге бақ пен береке бер. Дендеріне саулық берш. Отбасдарына аманшылық берш. Байлық берш. Шынар жол болсын. Аман бол. Әумин. Көз. Ну, нізет оқығаның құран емес қой? Білгеніміз оқылық. Рахмет. Шынар, сен балаларды бүгін алып келесің бе? Я қазір сендерді шығарып салам, сосын сразу сол жаққа барам. Балалар и так уже күтіп отыр мені. Да. Просто бізде бір идея бар еді, француз екеумізде. Идея? Сен балаларды алып келген кезде біз үйден сюрприз жасап балаларды қуантып бір күтіп алайық деп едік қой. Жоқ, керек емес. Сендер и так үйден уже бас тартып отырсыңдар. Одан басқа артық не керек? Мен соңғы өтінішім ғой. Пожалуйста, жерге қалдырмашы. Все, француз! Родной, аш! Заттарды түсір, тағы бір күн қалатын болдық үйде. Все, рахмет, молодец, Шынарка. Дерзкий сюрприз дайындап қоямыз қазір. Ладно. Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Ой, Шынар қалың қалай, амансың ба? Жақсы, бәрі жақсы. Құлпырып кетіпсіз. Ой, мені ғой, Шынар, өзің қалайсың? Керемет. Айтпақшы, мынау сізге. Неге әуре болдың? Сол баяғы қамқоршым менің Шынарым. Ана бала күніңдегі маған берген открыткаң әлі есімде. Қыздардан бөлініп, соны маған жасап, маған алып келуші едің ғой. Өтірік мен алдағандай бол, мен өтірік алданғандай бол. Ой, бір уыз кәмпитке сол открыткаң бәрі бастайтын едің ғой маған. Сізде де бәрі есіңізде ғой? Есімде, бәрі есімде. Айтпақшана да бар ғой. Ойланып отырмай, мына балалар хабарласпай кетті едім. Осыларды бір білейш, жоғалып кетті болар деп. Қалай қыздармен хабарласып тұрасың ба? Хабарласқанда сөйлесіп тұрамыз, бірақ біраз болды. Менде жұмыс, карьера, уақыт жоқ. Жақында үй алдым. Ой, керемет, жақсы жаңалық қой мынау деген, а? Жақсы жаңалық қой. Саған бар ғой, енді бар ғой, күйеуге шығу керек. Балалы шағалы дегенде уақытыңды өткізіп алма, жұмыс деп жүріп ертең. Сол енді қуанышпен бөлесейін деп сізге келдім ғой. Дұрыс. Ну енді сіз мені кезінде қамқорлығыңызға алып, тәлім тәрбие бермегенде мен бұның біріне де жете алмас едім. Әрине, мен тапсыз сияқты бола алмаспын. Бірақ ең азынан балаларға бір жақсылық жасайын деп едім. Шынар жанау, тәпті мақтап кеттің ғой сен мен. Дұрыс. Шәрипа апай, мен айында 1-2 рет балаларды алып, үйіме апарып, ойнатып. Әрине, мен оларды асырап алам деп айта алмайым. Ну, хотя бы мынандай кішкентай бір қуаныш сыйласам ба деп едім. Ойбай, енді ондай бізден дұрыс қой енді, бірақ бізде ол өмірде болмаған. Соның кейін ертең әлгі тексеріс келіп жатса, балаларды іздеп жатса, мен бәлеге қалам ғой, мен құрайым ғой, жаным, құрайым ғой. Шәрипа апа, кезінде мен ең болмағанда демалыстарда біреу-міреу келіп, алып кетіп, қыдыртып тұрса деп армандайтынмын. Енді дұрыс, соның бәрін түсінемін. Бірақ қазір тәртіп, заң дегенде қазір қатал. Шәрипа апай, қазіргі таңда қанша балалардың ішінде осындай арман бар. Маған сол арманды орындауға рұқсат беріңізші. Енді Жақсы, Шәрипа апай. Соншама жыл бізге тәрбие беріп,
ішімізде не жатқанын түсінбепсіз. Шынар, Ау, отырыңдар балалар. Біз қайда бара жатырмыз? Қыдыруға барамыз. Пепси ішеміз ба? Конечно, ішеміз. Онда любой жаққа барамын ғой. Апай, сау болыңыз. Кешке әкеліп берем. Hoş geldiniz. Бағы сендер үшін балапандағым. Жүріңдер, жүріңдер. Жүр, Шынар. Қош келдің, Шынар. Басталған жолы қарамен, тағдырлар азба сірә, тұншығар үнсіз бар әлем, сәбидің көз жасына. Үңгәләп тілсіз зарилер, наз айтып фәниге ол, сөндірмесін шырағын, сәби шамы бар үйлер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Сәбиді кімдер жылатқан, таспауыр аналар ма? Шаңырақ туын қолатқан, әкелер оралар ма? Үңгәләп тілсіз зарилер, наз айтып фәниге ол, сөндірмесін шырағын, сәби шамы бар үйлер. Жыламасын, жыламасын, жыламасын сәбилер. Жоқ, сен ешқайда кетпейсің. Осында қаласың. Мынау енді сендердің үйлерің ғой. Бас бане. Рас. Ұйықта давай. Ұйықта. Шынар, Ау, отырсың ба? Саған бір нәрсе айтайын деп едім. Шынар, не о? Саған көптен бері бір нәрсе айта алмай жүргем. Пожалуйста, тыңдап алшы мені, хорошо? Короче, Шынар, PlayStation тастап кететін болдым саған. Балалар ойнасын да. Не? да, классно, рахмет. Джойстиктен тоже дисклерін. Ага, конечно. Рахмет саған. Я от души. Біз қазір кетеміз. Да? Уже? Шынар, короче, былай ғой. Бекежан, мен де саған бірдеңе айтайын дегем. Давай, сен айтшы. Сен айт, қандай нәрсе болса да тіп-тіке бетіме айтшы. Мен тыңдаймын. Не айта алмай отырсыңдар? Не айта алмай отырсыңдар, а? Шынар, әңгіме былай. Бекежан, Мен қазір келем. PlayStation'ың не, а?
Сәлем. Қалың қалай? Денсаулық қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы. Айта алмадым. Неге айта алмайсың, Бақытан? Неге айта алмайсың, айтшы? Бағасын. Шынақ дейсің. Шынақ. Мен сені жақсы көрем деп айтасың. Бұл бағда? Бұтыр емес пе, тіп-тіке барып бетіне қарап, мен сені жақсы көремін. Тіп-тіке бағма. Жанынан кел. Шынар, біздің интернет істемей қалды. Сенің Wi-Fi-ңа уақытша қосыла тұрайыншы. Күйеуім анау Европадағы партнерлармен онлайн конференцияға шығу керек та. Содан кейін интернетсіз отырмыз енді. Сенікіне қосыла тұрайық. Жақсы. Жақсы. Конечно. Содан кейін бар ғой, мен сені біздің өзіміздің чатымызға қоса салайын. Сен ішінде қыздар танисың, оның үстіне среда күні менің туған күнім болады. Егерде уақытың болса, қонақ болып кел, мен сені күтем. Жарайды ма? Наступаешь, давайте. Үлкен рахмет. Номерін жаза қой. Бақауойдан келіп айтты олсам. Бағу керек, Бақтан айту керек. Айтпаса, сөз атасы өледі. Мен сені жақсы көріп кеттік айтам. Айтшы, Бақтан. Айтпаса. Конкретно кел, айтпаса. Болды. Все, қазір. Ну, қашан кетесіңдер? Біз бе? Я? Шық жүр. Қазір кетеміз. Жүр, зат жинауға кетіп жатқан. Алло, Шарип апай. Сырмансыз ба? Кешіріңіз, мен бағанан бері балалармен ойнап қалдым. Телефонға жауап бере алмадым. Тоғымызсың, бетің айтайын, тоғымыз. Адам солай болған, а? Мен тоғымыз дейсің, өзің тоғымызсың. Бағып айтпайсың ба бетіне? Қойшы, сен бәрі түсінбейсің. Не қой, не түсінбейсің? Мен бәрін түсінем, сен түсінбейсің. Түсінсе солай істейсің ба? Жарайды, давай, бұрылшы мың жерден. Тәте, бізге Бекер жаңа айтып еді ғой, осы сендердікі деп. Неге кетіп бара жатырмыз? Өйткені үлкендер өтірікші.